Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін сендерге кітаптарының 171 бетіндегі 622 есептің шығарылуын көрсетпекшімін. Тапсырмада бізде өрнектің мәнін табыңдар деп тұр. Яғни берілген амалдарды орындау арқылы бөлшектің мәнін табуымыз керек. Әуелі жақшаның ішіндегі амалдарды орындаймыз, таңбасын анықтап аламыз және бөлшектің алымында бөлімінде қысқаратын сандар болса, соларды анықтаймыз. Яғни жақшаның ішінде бізде көбейту амалы бар. 12 мен 5-ті көбейтсек бізде 60 болады. Так, жазып отырайық. 20-дан азайтамын 60-ты. Бұл санды көбейту керек болады минус 63-ке. Және бөлімінде 20 көбейту минус 9. Бұл жерде көбейтіп мәнін тапқан жоқпын, себебі бізге оны көбейтіп есептегеннен гөрі қысқартып есептегеніміз тиімдірек болады. Так, 20-дан 60-ты азайтқан кезде таңбалары әртүрлі, модулі үлкен саннан кіші санды азайтамын. Яғни 60-тан 20-ны азайтамын. 40, үлкен санның таңбасын берсем, минус 40 болады. Минус 40 көбейтілген минус 63. Бөлімінде 20 көбейтемін минус 9-ға. Енді таңбасын анықтап аламыз. Бізде алымында екеуі де теріс сан. Екеуінің көбейтіндісінен бізде оң сан шығу керек. Ол оң санды бөліміндегі теріс санға бөлсем, бізде ең соңғы жауабында теріс сан шығады, минус шығады. Сондықтан таңбаны алдына қоямыз да, бөлшегімізді 40 көбейту 63 бөлімінде 20 көбейту 9 деп жазып аламыз. Енді осы алымындағы және бөліміндегі сандарды қысқартып аламыз. Сонда сендерге калькуляторды қолданудың қажеті жоқ болып шыға келеді. Ауызша ғана есептейміз. 20 мен 40 қысқарады, бізде 20-ға бөлінеді, 1 қалады. 40-ты 20-ға бөлгенде 2 қалады. 63 пен 9 қысқарады. 63-ті 9-ға бөлем, 7 қалады. 9 9-ға бөлем, 1 қалады. Бізде бөлшектің бөлімінде тек қана бірлер қалды. Яғни бізде шығатын санымыз бөлшек емес, натурал сан болып шығады. Бүтін сан болып. Алымында 2 менен 7 қалды. Көбейтіндісі 14. Алдында минус таңбасы бар. Сонда жауабы бізде минус 14 болады.